wanna be next to you. Сәлеметсіздер ме оқушылар, қайырлы күн. Сіздерді тағы да нұсқа талдауда кездестіргеніме өте қатты қуаныштымын. Енді біздер тағы да қатар ұбытуға дайындық. Бізбен бірге соңына дейін болып, есептерді бірге талқылайық. Егер де білетін варианттарыңыз болса, немесе менен ертерек шығарған болсаңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Мен бәрін оқып отырамын. Сәлеметсіз бе, Әйгерім? Кеттік, онда бірінші сұрақтан бастайық бірден. Так, бізде бірінші сұрақ. Қайнау температурасы жоғары дейді. Яғни бізде қайнау температурасы қай кезде жоғары болады дейді. Сәлеметсіздер ме барлығыңызға? Қайнау температурасы бізде қай кезде жоғары болады? Ол бізде қайнау температурасы жоғары болу үшін бізде сутектік байланыс керек. Яғни оттек пен сутектің арасындағы бір байланыс қажет деген сөз. Енді келесі осы төрт вариантты бөлек-бөлек қарастырайық. Бірінші альдегид дейді. Альдегидтің бізде функционалдық тобы қандай еді? Кімнің есінде бар? Бізде көміртекпен қалай байланысушы еді? Так, бізде альдегидтікі кетон екеуінікі бірдей, тек қана орны ауысқан. Мысалы, бірінші альдегидте былай. Оттекпен байланысқан және сутекпен байланысқан көміртек. Яғни оттек пен сутектің арасында ешқандай байланыс жоқ мүлдем. Сол үшін де бізде сутектік байланыс жоқ, оның қайнау температурасы жоғары бола алмайды. Одан кейін кетон. Кетондікін қарастырайық. Құрылымын ашып жазамыз. Осы жерден оттек түсті. Бұл жерде то же самое сутектер бізде тек қана көміртекпен байланысқан, оттекпен байланыспаған. Демек, бұл жерде де температурасы жоғары бола алмайды. Екеуінде сызып тастаймыз, екі вариантты да. Одан кейін қышқылды қарастырамыз. Оттек және оттек NOH. Бұл вариант келеді деп ойлаймыз да. Бірақ та енді спирт деген соңғы вариантта қарастырайық. Бізде теория бойынша біз осы жерде оттегі сосын H. Міне, бізде теориясы бойынша 10-шы және 11-шы сыныптың кітабын қарасаңыздар, органика бөлімінен қайнау температурасы жоғары деп бізде спиртті айтады екен. Жанар, жарайсыз, дұрыс. Дұрыс жауабы Д, яғни спирт варианты болады екен. Осы сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, плюс 1 балл смело аласыздар ғой. Кеттік, екінші сұраққа көштік. Кремний бар қосылыс. Бізде чили селитрасының формуласы қандай еді? Чили селитрасы бізде былай айтқанда натрий NO3-тің аты. Тек қана натрий селитрасы деп емес, оның екінші атын чили селитрасы деп атауға да болады. Криолит. Криолитте бізде білесіздер, натрий 2, алюминий, фтор 6 болады. Демек, бұл вариант тоже келмейді. Криолит сызып тастаймыз, чили селитрасын сызып тастаймыз. Одан кейін доломит. Доломиттің бізде формуласы қандай? Магний SO3 көбейтілген бізде кальций SO3. Демек, бұл вариантта бізге келмейді. Әйгерім, өте дұрыс. Бізде дұрыс жауабы осында яшма болады екен. Неге? Себебі оны тек қана кремнийдің қосылысы ретінде бізде яшма ғана бар, қалғандары келмейді. Вот, поэтому біз яшманы белгілейміз. Сөйлестерде смело тағы да плюс 1 балл. Ең бастысы қаңтарып өтті. Қобалжымаңыздар, барлығы осындай есептер. Тек қана қобалжысаңыздар, ойларыңызда барын ұмытып қаласыздар. Осылай асықпай орындаңыздар. Кеттік. Электрондық конфигурациясы NS2, NP3 тән тотығу дәрежелері дейді. Мына жерде 2 мен 3-ті қосқан кезде бізде 5 болады, иә? Демек, 5-ті білдірсе, бұл бізде қай топта орналасқан? Әрине, бізде ол орналасқан 5-ші топта. Бізде 5-ші топта орналасқан элементтер қандай тотығу дәрежесін көрсетеді? Естественно, бізде мына 7 деген вариантты қабылдай алмаймыз. Неге? Себебі ол 5-тен жоғары артып кеткен. Ондай тотығу дәрежесін 5-ші топтағы элементтер көрсете алмайды. Олар максимально 5-ке дейін көрсетеді. Сонда 6 деген вариантты да тоже сызып тастаймыз. Енді бізде қалғаны 4 және 5 дейді. Біз 5-ті қабылдаймыз, себебі ол 5-ші топта орналасқан. Неге 4-ті қабылдамаймыз? Себебі одан артық тотығу дәрежесін көрсетпеген және бұл бізде тек қана 4-ші топқа тән. Так что мына 3 вариантта келмейді. Бізде келетін вариант Б жауабы болады екен. Жарайсыздар, өте дұрыс. Кеттік, келесі сұрақ. 4-ші сұрақ. Егер де түсініксіз болып жатса, жазып кетіңіздер. Осы есепке қайта ораламын. 4-ші сұрақ бізде атомдық кристалдық тор түзеді дейді. Атомдық кристалдық тор бізде берілген 3 вариант
оттек, азот, ақ фосфорды бірден сызып тастасаңыздар болады. Неге? Өйткені ол жерде бізде молекулалық торт болады. Сонда бізде қалып тұрған тек қана бордың өзі, бор бізде бейметалл, оған қоса ол тек қана өзі кристалдық күйде кездеседі, атомдық күйінде кездеседі. Сондықтан да біз бор деген вариантта қабылдаймыз. Оттек бізде О2, N2 деген сияқты біз оларды қабылдай алмаймыз. Ал ақ фосфор деген бізде фосфордың жай ғана аллотропиялық түрі. Демек бізде оны тоже қабылдай алмайды екенбіз. Иә, Жанар, дұрыс айтасыз. Дұрыс жауабы С бор болады. Жалпы 30-ға жақын сұрақ болады, ұмытпасам. Кеттік. 5-ші сұрақ. Иондық байланысы бар қосылыс. Иондық байланыс бізде жалпы байланыстарды айтып кетейікші. Бізде қанша байланыстар береді? Ковалентті, иондық, металдық. Қараңыздар. Енді осы байланыстардың ішінде ковалентті ғана өзі екіге бөлінді. Полюсті, полюссіз деп, иә? Естеріңізде болса, ковалентті енді оның құрамына тек қана бейметалдар болған жағдайда болады. Бейметалдардың өзінің арасындағы байланыстарда бізде ковалент деген вариант болады. Ал иондық ше? Иондықтың құрамында біреуі металл, екіншісі бейметалл болуы керек. Металдық жай ғана металдың өзі, мысалы, алюминий, цинк деген сияқты варианттар болады. Так, енді осы жерде бізде сутекте, хлорда, оттекте үшеуі де бейметалдар. Яғни, демек біз ол жерде ковалентті байланыс деген сөз, иә? Біз оны иондық байланысқа мүлдем жатқыза алмаймыз. Олардың арасында металл жоқ, чтобы біз оны иондық байланысқа жатқыза алуымыз үшін. Енді бұл жауабын қарастырайық. бұл жауабында то же самое. Хлор, ковалент, бейметалл, оттек, бейметалл. Демек бізде оны коваленттіге жатқызады екенбіз. Ол екеуі де бізде полюстіге жатады. Неге? Өйткені екеуі де бір элементке жатпайды. Яғни электртерістілік бір элемент көрсетіп тұрған жоқ. Енді Д варианты, H хлор дейді. Екеуі де бізде бейметалл, сондықтан ол да коваленттіге жатады. Ал мына жерде кальций бізде металл, хлор мен оттегі бізде бейметалл. Осылайынан сіздер дұрыс жауапты таба аласыздар. Дұрыс жауабы С. Жарайсыздар, мұнда бәріңіз тауып тастаған екенсіздер. Өте жақсы. 60 сұраққа көштік. Бұл жерде есеп берілген. Олиум, қазіргі хит болып жатқан 300 грамм 60% күкірт қышқылы ерітіндісіне 600 грамм күкірт триоксидін пайда болған олиумдегі күкірт қышқылының үлесі 100% жеткізу үшін қажетті судың массасы дейді. 100%-ға жеткізу үшін қажетті судың массасы. Так, кеттік. Бірінші, осылайынан өзімізге удобно қылып стаканчиктарды салып аламыз. Иә, осылайынан стаканчиктар салып аламыз. Бірінші бізде күкірт қышқылы деген. Күкірт қышқылы болса, үстіне H2O, астына H2SO4-ті жазады екенбіз. 60% күкірт қышқылы дегендіктен бұл жерге 60% осында жазамыз, үстіне 40%. Ал мына жерге 300 грамм, ал мұнда 600 грамм SO3 триоксиді болғандықтан. Одан кейін екеуін қосқан кезде 300-ге 600-ді қосамыз. Себебі бұл екеуі реагент. Ал бұл өнім. Екеуін қосқанда міндетті түрде өнімнің граммы шығады ғой, білесіздер. Демек, бұл жерде 900 грамм болады. Бұл жерден шыққан бізде олиум SO3, H2SO4. Так, енді басынан кетіп тастайын. Так, енді біздерде қалай табамыз? SO3 пен H2SO4-тің арасында еріп кеткен қайсысы? Мына жерде H2O бар, H2SO4, SO3 бар. Еріп кеткен бізде H2O. Демек, сол арқылы шығарамыз. Бірінші реакцияны жазып аламыз. SO3 қосылған H2O тең болады H2SO4. Енді SO3, так, 300 граммның біз тауып аламыз 40%-ын. 300-ді көбейтеміз 0,4-ке. 300-ді көбейтеміз 0,4-ке. Сонда бізде шығады 120. Так, мына жерге 120 жазып қояйық. Сосын осы 120 граммды 300-ден азайтып тастаймыз. Неге? Өйткені бізде екеуі бірге 300 граммды құрастырып тұр ғой. Так, 300-ден алып тастаған кезде бізде мұнда 180 болды. H2SO4-тің граммы бізде 180 екен.
Енді жазамыз үстіне H2 оның үстіне 120-ны жазамыз, астына 18. H2 S4-тің әмері қандай? Ол 98. Неге біз әмер жазып жатырмық? Өйткені бізде білесіздер, масса болса әмер жазылады, көлем болса VM жазылады. Так, енді үстіне X деп жазып алайық. Тең болады 120-ны 120 көбейтілген 98 бөлінген 18. 98-ге көбейттік, бөлдік 18-ге. Так, 653-те 33 шығады екен. Так, енді біз жалпы H2 S4-тің массасын тауып алдық. Так, онда бізде 180-ге қосамыз. 653-те 33 тең болады бізде 653-те 33 болады 833-те 33 болады екен. Так, ендігі кезекте бізде тауып алуымыз қажет. 900 грамм. Бұл бізде 100%. Ал 833-те 33 қанша пайыз деп табады екенбіз. Кеттік. Так, 883-ті көйтеміз 100-ге, бөлеміз 900-ге. Сонда бізде X 92-де 59% береді екен. Егер сіздер сонда күкірт қышқылының массалық үлесі бізде 92-де 59%. Ал енді бізге осы 92-де 59%, егер бізде 100% болу үшін қалай тапқан деген. Так, мына жерде 92-де 59 болса, біз 900-ді көбейтіп аламыз. 120-ны көбейтемін. 2-де 0. Так. 100-ден азайтамыз. 92-де 59-да. Сонда бұл бізде 7-де 41% болады екен. Сол үшін сонда 900-ге көбейтеміз. Бөлеміз 100-ге. 66-да 69 грамм шықты. Так, енді біз 100% болуы үшін 300 грамм іште 120 дедік қой, жаңа айтып кеттік. Осы 120-дан 108-ді азайтамыз. Сол кезде бізде 12 грамм шығады екен. Сонда дұрыс жауабы С болады. Келесі сұрақ: этеннің гидрлеу және гидраттау өнімдері. Бізде этеннің формуласы жалпы қандай еді? Оның алкендердің формуласы CnH2n, естеріңізде болса. Осы жерде енді осы формулада бізде гидраттау қажет деген. C2H4. Бұл бізде этеннің формуласы. Кеттік. Осыған енді гидрлейміз. H2 қосамыз. Сонда бізде C2H6 түзілді. C2H6 ненің формуласы еді? Кімнің есінде бар бұл? Так, сонда бізде бұл алкан. Су гидрлеу деген бұл бізде H2 қосу, гидраттау деген H2O қосу. Естеріңізде болсын, сақтап алыңыздар естеріңізге. C2H4 қосылған H2O тең болады C2H5OH. Яғни этанол түзіледі екен. Яғни бұл спирт. Этанол. Так, дұрыс. Нұрдәулет, жарайсыз, өте дұрыс. Сонда бізде бұл жауабы С болады екен. Кеттік. 9-шы сұрақ. Бізде көлемі 1120 миллилитр алканды оттекте жағып, түзілген газды сөндірілмеген әк арқылы өткізгенде 15 грамм тұнба түзді. Алканды анықтаңыз дейді. Алкан болды. Кеттік. Алканның бізде формуласы қандай? CnH2n плюс 2. Бұл алканның жалпы формуласы.
Енді С X H Y деп жаза алайық. Қосылған оттегі O2 тең болады SO2 қосылған H2O. Неге SO2 қосылған H2O? Өйткені любой органикалық затты жаққан кезде бізде SO2 қосылған H2O түзілетін еді. Келесі, осы жерде алынған SO2-ні біз сөндірілмеген әк арқылы өткіземіз. Сөндірілмеген әктің формуласы бізде кальций О болады. Сонда түзілетін зат бізде кальций SO3. Енді осы жердегі тұнба бізде кальций SO3 бұл тұнба. Оның астындағы әмері 100 грамм. Үстіне массасын жазамыз, яғни 15 грамм. Так, енді бұл жерден бізге SO2-нің массасын табып алу қажет. Астына жазамыз 44 деп, сонда 15 көбейтілген 44, астына жазамыз 100 деп. Тең болады. Так, қазір көбейтейік. 15-ті көбейттім 44-ке, бөлдім 100-ге. Сонда бізде 6 грамм шығады екен. Бұл тек қана SO2-нің массасы. Енді бізде мына жерде теңескен жоқ. Теңестіру үшін SO2-нің алдына X қоямын, сосын H2-нің алдына Y қоямын. Бұл жерге бізде 1120 миллилитр деген, оны біз міндетті түрде есеп үшін литрға айналдыруымыз қажет. Литрға айналдырғанда қалай табамыз? Біз 1120-ны бөлеміз 1000-ға. Өйткені 1 литрда 1000 миллилитр бар. Сол арқылы табамыз. Сонда бізде 1/12 литр шығады екен. Сонда үстіне жазып қоямыз 1/12 литр. Так, мынаны кетіріп тастайын қазір. Жоқ, тұра берсін. Астына жазайын. 22,4 деп, мынаны шарастырып алмаңыздар. 22,4 деп жазып қойдым. Үстіне 1/12 болғандықтан, астына 22,4. Жаңа айтып кеткендей, V болса, астына VM, масса болса, MR болады екен. Енді астына SO2-нің MR-ін жазам, 44 деп. Бірақ оның алдында X тұрған соң, коэффициенті X-ті бірге қалдырмаймын. Енді біз осы жерден қарапайым математикада пропорцияны құрастырамыз, иә? 22,4 көбейтілген 6 грамм астына бөлінген 1/12 литр екен. Тең болады 44X. Осы жерде 22,4-ті 6-ға көбейтіп аламын. Сосын оны бөлемін 1/12-ге. 132 шықты. Мына жерге жаза берейін. 100. Сіздер шарастырып алмаңыздар, қарап отырыңыздар, мұқият. 132 шықты мына жерде. Осы жерде шыққан бізде 132 тең болады 44X. Енді X-ті тауып алған кезде 132-ні бөлемін 44-ке. Сонда X тең болады. Қанша бізде? 3 болады екен. Енді бізде бұл X, яғни S, X, H, Y болды. Сол жердегі X бізде 3-ке тең. Енді ары қарай оны бізге формула салып аламыз. Өйткені жаңа айттым, алканның формуласы осындай деп сіздерге. Сонда C3, H2 көбейтілген 3 қосылған 2. Сонда бізде тең болады формуласы C3, H8. Яғни жауабы бізде болады C варианты. Осы есептен шатасып кетпеңіздер. Біз бастысы сіздер теңестіруді ұмытпаңыздар, сол кезде дұрыс таба аласыздар. Түсінікті болды ма? Түсінікті болмай қалған жерлер болса, менен сұраңыздар, қайтадан жазып жіберемін. 120 қалай шықты дегенде 40%. Так, ол жерде мен 120-ны мен 300 грамм масса H2-оны табып алу үшін мен 300 грамм, жалпы 300 грамм ғой мына жерде. Ертіндідегі 300 граммды көбейтіп алдым 0,4-ке. Мұнаны 1-ден 100-ге бөліп тастадым 100%-ға.
Солайынан мен тауып алдым 120 граммды. 10-шы сұраққа көштік. 10-шы сұрақ бізде қалай не деген? SO мен NH-тың арасындағы байланыс қалай аталады? Бұл жерде сұрас таба аласыздар деген ойдамын, өйткені пептидтік. Біз бұны нәрөз өткен кезде өткен болатынбыз. Каждый амин қышқылдары, мысалы бір амин қышқылы келді де бір амин қышқылымен байланысты, олардың арасында пептидтік байланыс болады. Сол жерден бізде олар бір-бірімен байланысу арқылы пептидті тізбек түзіледі. Сол пептидті тізбек, оның аты нәруыз. Ковалентті деген вариант келмейді, өйткені ол бізде тек қана бейметалдардың арасында деп айттым жаңа ғана. Сутектік деген байланыс ол бізде оттек пен H-тың арасында. Дипольды ол мүлдем басқа вариант ол. Оған қатысы мүлде жоқ. Кеттік. 11-ші сұрақ. Құрамында 3пи байланысы бар молекула. Так, сіздерге енді сұрау таба аласыздар деген ойдамын. 3пи деген соң. Сіздер демек азотты қарастырасыздар, потом күкірт ангидридін қарастырасыздар. Өйткені олардың ғана арасында бізде пи байланыстары бар ғой. Кеттік. С-ті жазып аламыз. Күкіртті. Бір оттегі келді. Тағы мына жерге бір оттегі келді. Сосын мына жерге 3-ші оттек келді. Күкірт бізде 6 валенттілік көрсете алады. Сонда бұл жерде 6 валенттілік көрсетіп тұрғандықтан бізде 3 оттекпен оңай байланысып алып тұр. Ал енді күкірт сутек варианты так келмейді. Азотпен неге шатастырып алмаңыздар деп тұрмын. Өйткені бізде азот байланысқанда 3 байланыс арқылы байланысады. Бірақ бұның үшеуі де пи деп аталмайды. Сіздер міне бір пи байланыс, 2 пи байланыс, 3 пи байланыс. Яғни біреуі сигма болатын еді. Сигма болатын еді, астында пи болады. И солай міне 1 пи, 2 пи, 3 пи. Осылайынан біз 3 пимен осылайынан шатастырып алмаңыздар, азотты күкірт ангидриді болады екен. В целом жарайсыздар, негізі көбі таба алмайтын вариант. Түсінікті деген ойдамын. Кеттік. Келесі бізде 12-ші сұрақ. 12-ші сұрақта калий сульфиді мен күкірт қышқылы арасындағы реакциядан қысқартылған иондық теңдеудегі коэффициенттер қосындысын анықтаңыз дейді. Бірінші калий сульфидін жазып аламыз. Калий 2С. Сульфид деген бізде білесіздер С деген вариант. Оған қосамыз H2SO4-ті. Солай бізде H2S қосылған калий 2SO4 деген вариант түзілді. Енді бұның толық иондық теңдеуін жазып алайық. 2 калий плюс қосылған S2 минус, яғни ион түрін жазып отырмын. H2SO4 ешқандай тұнба, ешқандай газ емес, сондықтан 2H плюс қосылған SO4 2 минус. Енді H2S бізде газ, естеріңізде болса. Демек, біз газдарды, именно газ, жоғын жазып газ, су және тұнба болса, оларды бөлек диссоциациялап жазбаймыз. Бірден өздерін бірге жаза қоямыз тек. H2S деп, газ деп қойып. Оларды былайна ионға бөліп отырмаймыз. Солайынан калий 2 калий плюс қосылған SO4 2 минус. Так, қысқартатында осы жерде қысқарып жібереміз. Калий мен 2 калий мен 2 калий қысқарды. SO4 пен SO4 қысқарды. Күкіртпен мына жерде сутек ионы қалды. Соны астына жазамыз. Бұл бізде толық болды. Толық иондық теңдеу болды. Енді қысқартылғанды жазамыз. Қалай жазамыз? 2H плюс қосылған S2 минус тең болады. Яғни стрелканы жазайық. H2S деген бізде газ түзілген болатын. Енді алдына коэффициенттер санаймыз. Коэффициент деген бізде элементтің алдында тұрған жерлер. Мына жерде бізде 2, көріп тұрғандарыңызда 2 бар. 2-ге қосамыз 1-ді. Егер де алдында ешқандай таңба тұрмаса, значит оның алдында 1 деген коэффициент бар дегенді білдіреді. Солай бізде 2-ге қосамыз 1-ді, 3 болды. Осы 3-ге қосамыз H2S4-тің алдындағы 1-ді. 1 деген коэффициентті. Сонда қосыламыз 1 тең болады 4. Дұрыс жауабы сонда бізде А жауабы болады екен. Лакмус түсі көкке боялатын ерітінділер. Егер де лакмус көк болса, ол бізде сілті дегенді білдіреді.
яғни осы варианттардың ішінен біз циркілерді іздейтін боламыз. Кеттік, каждый вариантты талдап шығайық. Бізде аммоний гидроксиді NH4OH. NH4OH өзі сілті, білесіздер. Сондықтан біз бұл вариантты қабылдаймыз. Натрийдің сульфиті. Натрий 2SO3. Бұл жерде бұл әлсіз қышқыл, демек натрий сульфидін тоже қабылдай аламыз деген сөз. Енді мырыш сульфаты дейді. Цинк SO4. SO4 бізде күшті қышқыл. Ал бұл цинк әлсіз негіз. Демек біз бұны қабылдай алмаймыз. Бұл жауап бізде қате болады екен. Енді аммоний хлоридін көшейік. Аммоний бізде өзі күшті сілті, ал хлориді тоже күшті қышқыл. Демек бұл бейтарап орта көрсетеді. Бұл вариантты тоже қабылдай алмаймыз. Енді натрийдің форматы дейді. HSO натрий болады. Бұл бізде әлсіз қышқыл болады, формат, ал натрий күшті. Демек бұл Е вариантын қабылдай аламыз. Ал неге F алюминий хлоридін қабылдай алмаймыз достар? Потому что бізде алюминий әлсіз, хлорид күшті. Бізде, естественно, хлорид көп не алып кетті, күш алып кетті, да? Ол демек онда біз варианттарын қандай деп айтса, А, Б және Е варианты, иә? Е деген вариантты таңдайда екенбіз. Сонда сіздерге смело 2+ балл қоржындарыңызда болады. Кеттік 14-ші сұраққа. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Түсініксіз болып жатса, комментарийға жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беретін боламын сіздерге. Кеттік 14-ші сұрақ. Қандай дейді? Так, бізде бұл жерде тағы да есеп берілген. Бірінші, темір мен мыс қоспасын толық хлорлау үшін 5,6 хлор газы жұмсалған. Қоспа құрамындағы темірдің массасын табыңыз дейді. Так, ол үшін екеуінде реакциясын жазып аламыз. Екеуі де хлормен әрекеттеседі. Егер де бізде феррум қосайыны тек қана өзі қосылу реакциясына түсетін болса, ол валенттілігі 3 көрсетеді. Сонда мына жерде өнімде феррум хлор 3 болады. Астында купрум қосылған хлор 2. Бұл жерде купрум тек қана 2 валенттілігін өзінің как обычный валенттілігін көрсетіп тұрады. Солайынан бізде дұрыс жауабы купрум хлор 2 болады екен. Мына жерде бірінші теңдеуде теңестіру керек. Феррум хлоридтің алдына 2 қоямыз, феррумның алдына 2 және хлордың алдына 3. Так, мына екеуі бірге 11-де 95 граммды құрастырып тұр. Ал бұл екеуі 2 хлор 5,6 деген литрді шығарып тұр. Жаңа айттым ғой, егер де көлем болса Vm деп. Демек, бізге сразу мына 5,6-ны қолдану арқылы біз не таба аламыз? Біз ньюді таба алады екенбіз. Нью хлор 2 тең болады. Так, 5,6 литр бөлінген 22,4. Так, бізде қанша болады? Калькуляторға салайық. 5,6-ны бөлемін мен 22-де 4-те. Так, 0,25 моль шығады екен. Бұл енді түсінікті. Енді ары қарай қалай табамыз? Бұл жерде біз жүйе құрамыз. Осы жерде бүкіл математикаларыңызды, 11 жыл оқыған бүкіл математикаларыңызды осы жерде қосу керек болады. Так, қалай жүйені құрастырамыз? Біз мына жердегі хлорды X деп алсақ, мына хлорды Y деп аламыз. Мынаны X деп алсақ, мынаны Y деп аламыз. Екеуі каждый бөлек-бөлек жүйе. Сонда бізде хлордың алдында 3 деген коэффициент тұр осы жерде. Соны 3x деп аламыз. Қосылған Y, потому что оның алдында ешқандай коэффициент жоқ, тек қана 1 деген сөз. Сонда тең болады, бұл 0,25 моль болады. Жүйені сызып аламыз. Астына енді феррум. Феррумның алдына 2 тұр. Феррум өзінің әмірі 56 еді. 56-ны көйтеміз 2-ге. Мына жерде 56-ны көйтеміз 2-ге. Сонда 112x болады. Қосылған, мына купрумның әмірі 64. 64-ті жазып аламыз. 64 Y деп аламыз. Сонда бізде шығады 11-де 95. Неге біз әмірін алдық? Өйткені мынандай формула бар ғой, естеріңізде ме?
массаны тапқан кезде ньюді көбейтесің mr-ға. Мына жерде mr-ін уже біз алып тұрық, бізге енді мына жерде тек қана x-тердің y-дің орнына зат қою арқылы, молін қою арқылы, точнее mr-ін қою, молін қою арқылы біздер граммын, яғни массасын таба аламыз. Сол үшін алып тұрық. Енді бізде мына екі айнымалы болғандықтан бір айнымалыдан құтылу керек. Y-тан құтылуымыз керек. Неге? Оның алдында ешқандай коэффициент жоқ, оны көбейтіп жіберсем оңай болады. Демек, бұны біз 64-ке көбейтеді екенбіз. Сонда бұл жерде 3-ті 64-ке көбейткенде бізде қанша болады, оқушылар? 3-ті 64-ке көбейткенде бізде так 192 x болады екен. Қосылған 64 y тең болады 0,25-ті. Енді то же самое. Екі жағында көбейтесіздер. И реагент жағын, и өнім жағын. Сонда 0,25-ті көбейтеміз 64-ке. Қанша болады? Бұл жерде бізде шығады 16. Енді 16 шықты. Астына банағы 112x қосылған 64 y жазып аламыз. Астына 11,95. Минус, яғни азайту арқылы біз мына y-тан құтыла алады екенбіз. Яғни жойып жібереміз оны, былайша айтқанда. Сонда тек қана бір айнымалы қалады. 192-ден 192 азайтылған бізде 112. 112 азайтқан кезде бізде 80 x түзіледі. Қосылған, бір болу керек, бұны жазбай қойсақ болады, сразу тең болады деп жазып кете беріңіздер. Сосын 16-дан азайтамыз 11,95-ті. Мына 16-дан азайтамыз, сонда 4,05. Енді қалай есептейміз? X тең болады 4,05 бөлінген 80 просто. Так, сонда біз 80-ге бөлдік, 0,05 деген вариант шықты. Яғни X тең болады 0,05. Қарастырайық енді. Бізде X, мұны осы жерде 112x, 112 деген mr феррумның. Значит, масса феррум. Тауып алуымыз үшін 112-ні көбейтеміз 0,05. Тең болады бізде 5,66 грамм. Дұрыс жауабы бізде А болады екен. Оқушылар түсінікті ме? Түсінікті болмаса комментарий жазып жіберіңіздер, мен қайтадан түсіндіріп жіберуге дайынмын. Түсінікті болса, дұрыс, кері байланыс жасап жіберіңіздер. Я түсінікті деп, немесе түсініксіз болса, түсінікті болмады, бір жерін түсіндіріп жіберіңіз деген сияқты. Қайтадан түсіндіріп жіберейін. Жалпы осылай, егер де сіздерден енді мыстыкін сұрап жатса, масса купрумдыкін сұрап жатса, 11,95 грамм, яғни общий грамм қоспадан азайтып тастайсыздар 5,66-ны. Шыққан сан ол сіздердегі ненің купрумның массасы болады. Түсінікті сияқты, оқушылар, сіздерге 15-ші сұраққа көше берейін. Өндірісте кремнийді алу реакциясы. Өндірісте біз кремнийді қалай аламыз? Мына жердегі бірінші, екінші, үшінші, төртінші вариант келмейді. Неге келмейді? Потому что бізде мына жерде кокстау әдісі бар. Сол кокстау әдісі арқылы біз өндірісте кремнийді таза күйінде алады екенбіз. 16-шы сұрақ. Осы элемент жетіспесе, адамда артерия әлсіздігі байқалып, бауыр қызметі нашарлап, екіншілік анемияға шалдығады. Бұл қай элемент? Егер екіншілік анемия деп айтатын болса, сіздер купрум вариантын таңдайсыздар. Кальций жетіспеген жағдайда тісінде неше түрлі дақтар пайда болады, сүйегі сынғыш болып келеді. Никель жетіспесе, ол кезде
тоже анемия, бірақ та бұл екіншілік анемия емес ода. Магний да, вот бұлшықеттер. Сосын стресстік жағдайлар осы магнийдің кезінде болады. Так что бізде никель деген варианттар салынбайды, кальций тоже салынбайды. Дұрыс жауабы бізде купрум, яғни Б варианты екен. Кеттік. 17-ші сұрақ. Жасанды химиялық талшыққа жатады. Жасанды химиялық талшық деп тұрса, именно талшықты сұрап тұрса, ол бізде вискоза, химиялық талшық. Лавсан неге жатпайды? Лавсан бізде ол бізде кристаллы күйде кездеседі, және де ол өте төзімді материал да, ол талшықтардың құрамына жатпайды лавсан мүлде. Кендір онсыз да жатпайды. Жібек ол табиғи құрттардан, жібек құрттардан алады, ол да тоже жатпайды. Ол жасанды емес деген сөз. Кеттік. Келесі контекст. Электр терістілік химиялық қосылыстағы элемент атомдарының ортақ электрон жұбын өзіне тарту қабілетінің өлшемі. Металдар үшін электр терістіліктің мәні 2-ден кем, ал бейметалдар үшін 2-ден жоғары. Электр терістілігінің мәні ең үлкені фтор. Осы естеріңізде болсын, ол всегда келетін сұрақ. Электр терістілігі үлкені ол фтор. Ол 4-ке тең. Период бойынша солдан оңға қарай электр терістілік артады, ал негізгі топшада төменнен жоғарыға қарай артады. Осыған орай периодтық жүйеден кез келген екі элементтің қайсысының электр терістілігі күшті екенін айтуға болады. Химиялық реакциялар кезінде электрондар электр терістілігі үлкен элементтердің атомына қарай ауысады немесе ығысады. Электр терістілік арқылы химиялық байланыс табиғатын және қасиеттерін сипаттауға болады. Химиялық байланыс атомдарының валенттілік электрондарын қайта бөлінуі нәтижесінде пайда болады. Электр терістілік мәнінде үлкен айырмашылық болатын атомдар арасындағы химиялық байланыс түзіледі. Нәтижесінде иондар немесе ортақ электрондар түзіліп, атомдар инертті газдардың электрондық конфигурациясын қабылдайтын және тұрақты күйге ауысады. Осындай бізде контекст ұзақ берілген енді. Бірақ та бұл жерде өте пайдалы материалдар айтылған, қай кезде артатындығын электр терістілігінің қай кезде, қай кезде төмендейтіндігін. Кеттік. Енді осы контекстің бірінші сұрағы 18-ші сұрақ. Былай дейді. Иондық байланысты қосылыс. Иондықты жаңа айтып кеттім, біреуі металл, біреуі бейметалл болу керек. Енді осы қайсы болады варианттың? H2O жатпайды, екеуі де бейметалл. H2O өзі тоже полюсізге жатады, ковалентті, натрий металдыққа жатады. N2O тоже ковалентті полюсізге жатады. Натрий хлор ғана бізде металл және бейметалдан тұрады екен. Дұрыс жауап осында натрий. Бұл жерде контекстта қателеспесем 2 балл беріледі. Кеттік. Беріктігі жоғары қосылыс. Беріктігі жоғары қосылыс болу үшін біз сіздерге табу өте оңай. Яғни электр терістігі жоғары элемент таластыру былай айтқанда. Кальций бром 2 келмейді, өткен бромдікі фтордан, хлордан төмен. Вот натрий хлордікі тоже келмейді, өткен мына жерде бізде фтор деген вариант бар. Ал егер де фтор деген вариант болмағанда натрий хлор келер ме еді? Так что оның алдында фтор болғандықтан тоже келмейді. Кальций йод тоже келмейді, өйткені оның алдында бром бар. Ол тоже та келмейді. Натрий йод тоже келмейді. Сонда бізде келетін жалғыз вариант натрий фтор болады екен. Фтор, жаңа айтқандай, электр терістілігі ең жоғары. Және оның электр терістілігі 4-ке тең. Түсінікті деген ойдамын. Былай электр терістілікті тағы да бұл сұрақтардың барлығы келу ықтималдылығы жоғары есептер. Солдан, периодтан оңға қарай электр терістілігі артады. Төменнен жоғарыға қарай тоже артады. Түсінікті ме? Кеттік. 20-ші сұраққа көшейік. 20-ші сұрақта былай дейді. Электр терістілігі бірдей атомдардан түзілген қосылыс дейді. Электр терістілігі бірдей деген соң, значит, бұл не дегенді білдіреді? Ойлансаңыздар, кәдімгі логикаға салсаңыздар, бұл өте оңай жауап болады. Өйткені хлордың электр терістігі тең хлордың электр терістілігіне. Басқа, мысалы, көміртек пен оттектікі бір-біріне тең болуы мүмкін емес деген сияқты. Дұрыс жауабы сонда хлор 2. Молодец, азамат, өте жарайсыз. Өте хит сұрақтардың бірі бұл 20-ші сұрақ. Электр терістігі бірдей десе, значит, бірдей элемент дегенді білдіреді. 21-ші сұрақ.
Бізде не дейді? Электр терістілік шамасы артатын қатар. Мына жерде бізде оннан солға қарай электр терістілігі артып тұр, иә? Иод, бром, хлор, фтор. Енді осыған қарама-қарсы вариант дейміз. Артатын қатар дейді. Яғни, былайынан жүру керек қой. Сонда біз бірінші H иод деген варианттарды қарастырамыз. Мұнда H фтордан басталған, H фтор, H хлор, H бром. Тек қана B вариантынан H иодтан басталды. H иод, H бром, H хлор, H фтор. Дұрыс жауабы сонда бізде болады В. Молодец, Азамат. Дұрыс. Дұрыс жауабы бізде В болады екен. Кеттік 22-ші сұрақ. Бізде 22-ші сұрақ не дейді? Тағы да есеп. Бізде массасы 14,2 грамм. Үшінші периодтағы электр терістілігі ең жоғарғы элемент пен массасы 2,10 грамм. Бірінші А топшасындағы электр терістілігі ең жоғарғы металл. Өзара әрекеттескенде түзілген тұздың молекула саны. Так, бізде осы курста бұл тақырыпты өттік. Оңай тақырыптардың бірі, дұрыс түсіндірілген тақырып. Кеттік. Бізде бұл жерде тек қана бір электр терістілік тақырыбын ғана қозғамаған, еще период Менделеев деген тақырыпты қолданған, яғни периодтық жүйенің тақырыбын қолданған екен. Бізде периодтық жүйе осылай бөлінеді. Осы жерде топ, мұнда период. Осы жерде бізде үшінші периодта орналасқан. Так, үшінші периодтағы электр терістігі ең жоғары десе, жаңа айттық қой, период бойынша бізде солдан оңға қарай артады дедік. Значит, бізде 7-ші топта орналасқан элементті қараймыз үшінші периодтағы. Так, бізде 7-ші топ, үшінші периодта орналасқан хлордың өзі. Неге? Потому что бізде үшінші период қарапайым, тек ол бір рядтан тұрады. Ал если вот 4-ші, 5-ші десе, сіздер негізгі топшадағы элементті алатын едіңіздер. Инертті газдарды неге алмаймыз? Өйткені олар барлық электроны толып тұрған инертті газдар болғандықтан алмаймыз. Так, енді хлор болды. Ал бізде бірінші А топшасы. Бізде білесіздер, А және Б топшасы бар. А топшасы бізде негізгі дегенді білдіреді. Бірінші А топшасы болса, бұл жерде бізде литий болуы керек. Электр терістілігі ең жоғары дейді. Литий болды. Неге? Потому что бізде электр терістілігі еще төменнен жоғары қарай артады ғой. Так, сонда мына жердегі тұрған франций, стронций дегендер бар ғой. Оларды біз электр терістілігі төмен элемент ретінде қарастырамыз. Электр терістілігі жоғары ретінде литийді қарастырады екенбіз. Сонда қалай шығарамыз есепті? Енді литийді қосамыз хлормен. Хлор 2. Сонда литий, хлор түзіледі. Алдына 2 қоямыз. Литийдің алдына 2 қоямыз. Осы жерде үстеріне жазып алайық. Хлордың массасы 14,2, ал литийдікі 2,10. Яғни 2,1 деп ала беруге болады. Енді литий хлордың бізде несін сұраған? Бұл жерде молекула санын сұраған. Яғни N-ді сұрастырған. N-ді болса, астына біз N-аны жазамыз ғой. Сонда 2 көбейтілген 6-дан 0,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Так, литийдің астына мына жерде 2 деген коэффициент тұр. Сол ішінде литийдің негізінде мр 7, бірақ та оны 2-ге көбейтеміз. Ал мына жерде 14,2 деген грамм болғандықтан астына тоже мрін жазамыз. Бұның алда ешқандай коэффициент жоқ, бірақ та индексі бар. Сонда 2-ні көбейтеміз 35-те 5-ке. Так, 7-ні 2 өткенде 14, мұнда 71 болады. Енді каждыйын бөліп қарастырамыз. Қайсының моль саны аз, соны қабылдаймыз. Яғни, бірінші моль қарастырайық. 2-де 1-ді бөлемін 14-ке. Калькуляторға саламыз. Қолдарыңызды компьютердікіне жаттықтыра беріңіздер калькуляторды, потому что ол жерде сәле компьютердан уже қантарға кіріп шыққандарды бар шығар араларыңызда, компьютер арқылы есептейсіздер. Сол кезде сіздер уже қолдарыңыз жаттыққан болу керек. Бұл бізде 0,15, бұның молі. Так, енді мына жерде 71 болды ғой. Екіншісінің нюін топ көреміз. 14-те 2-ні
бөлеміз 71-ге. Так, сонда 0,2 болады екен. Ой, ой, кешірім өтінемін. Не, астына 71 жаза қойыңыздар, менде ауысып кетіп жатыр қайта-қайта. 71-ді бөлгенде 0,2 болады. Сонда астына 0,2 деп жазасыздар. Қайсысы кіші, соның вариантын қабылдайсыздар. Яғни 0, ой, былай болады таңба. Яғни 0,15 кішкентай, 0,2 үлкен. Демек осы 0,15 пен есепті ары қарай жалғастырып шығарамыз. Енді біздер N, яғни молекула саны литий хлорды табу үшін тең болады. Үстіне, так, үстіне емес, бірден мольмен шығара берсеңіз де болады даже. Мына жерде тек 0,15 көбейтілген. Мына жердегі 2-ні көбейтеміз 6-дан 0,2-ге. 2 көбейтілген 6-дан 0,2. Бұл бізде тұрақты шама, сонда мына жерге жазайын, тең болады деп бірден 0,15 көбейтілген 12-де 0,4. Көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Сонда 0,15-ге көбейттім. И жауабы бізде 1,8 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі болады екен. Бұл жерде ол вариант бізде берілген В жауабында. Міне. Кеттік, келесі. 20 жоқ, литий аз дегенде, керісінше литийдің фтордан аз. Бірақ та егер бірінші А топ бойынша ең жоғарғы электр терістілігі ол тек қана литийға тең. Тек қана бірінші А топшасымен қарастырасыздар. Төменнен жоғары қарай қарастырасыздар ғой былай айтқанда. Поэтому литийдің электр терістілігі жоғары. Кеттік. 23-ші сұрақ. Алкандар орналасқан қатарды көрсетіңіз. Алкан формуласы жаңа кеткендей CnH2n плюс 2. Так, мына жерде бірінші вариантты қарастырайық. CH4, сосын C2H6 дейді. Яғни мына жерге көміртектің орын астына так 1-ді қойған кезде 2 көбейтілген 1 қосылған 2, сонда бізде мынау вариант келеді екен. CH4 және C2H6 бұл бізде то же самое, 2-ні қойғанда 2-ні 2 өткенде 4, қосылған 2, сонда 6. Аха, азамат жарайсыз. А жауабы потом. CH6 келмейді, өйткені алкендер. CH6 келеді, және бұл С варианты да келеді. С вариант келмейді, қателескеттім. Өйткені бұл жерде 2-ге көбейткен алкен, бұл алкен. Д вариантын қарастырайық. С6H6 мүлдем келмейді, ол бізде бензол сақинасы. С8H18 келеді, С5H12 келеді. Сонда Е жауабы. F жауабында бізде С4H10 келеді, С3H8 келеді. Сонда А, Е, F. Осы жауапты белгісіңіздер. 2 балл сіздерде смело қолдарыңызда болады. Молодец, азамат. Өте жақсы. Бұйырса қандай роботтан жоғары балл жинайсыз деген ойдамын. Кеттік. Гексозды типке жататын көмірсу. Гексозды деген, яғни С6 дегенді білдіретін жай ғана көмірсулар. Бұл жерде таңдау өте оңай. Фруктоза и глюкоза. Қалғандары келмейді, өйткені рибоза бізде 5 комплект таққан, сахароза тоже самое келмейді, потому что ол неде кіреді? Триозалардың құрамына кіреді. Қалған варианттар келмейді, тек сонда А мен F варианты келеді екен. А, F. Оны оқимын. Молодец, негізі дайындықты осы айналым ертерек бастағандарыңыз дұрыс, достар. 25-ші сұрақ. Атом құрамындағы протондар сәйкес келеді. Протон дегеніміз не жалпы? Атомның құрылысы. Так, элемент. Элементте бізде үстінде атомдық номер жазылып тұрады. Астында массалық саны жазылып тұрады. Массалық саны. И бізде атом 2-ге бөлінеді. 2 құрылымнан тұрады. Электрон және ядродан. Қайдамда? Ядродан тұрады. Ядроның өзіне протон және нейтрон кіреді.
Аха. Так, енді бұл жерде көп жауапты вариант. Бізде біріншіден протон саны всегда электронмен бірдей болады. Екеуінің арасында тең болады. Тек қана нейтрондікі басқаша болады. Сосын ол бізде атомдық нөмерге сәйкес болады. Сонда бізде реттік нөмір немесе атомдық нөмірі, сонда А жауабы дұрыс болады. Топ нөміріне сәйкес келмейді, атом радиусына сәйкес келмейді, период нөміріне келмейді, атомның массасына келмейді тоже, и электрон санына келеді. Иә, азамат дұрыс. А және F варианты болады. Плюс 2 балл. Так. Все, осымен болды достар. Сіздерге көп рахмет осы ойынға қатысқандарыңызға. Бұйырса біздің жалын курста сіздерді күтетін боламын. Бірге жұмыстанып, 140 баллды бірге шығарамыз деген ойдамын. Дайындықты 10 сыныптан бастасаңыз тіпті керемет. Тұрыс не нұр. Курс жайлы мына жоғарыда жазылып тұрған нөмірге жаза аласыздар. YouTube промокодымен келмесеңіздер 10% жеңілдік аласыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Әлі талай кездесеміз деген ойдамын. Осындайда нұсқалар көптеп шығарамыз деген ойдамын. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар. Қатысқандарыңызға көп рахмет.